Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге осындай үлпілдек жұмсақ бауырсақтың рецебін ала келдім. Өте жұмсақ әрі үлпілдек болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Дәл осы рецеппен жасап көрсеңіздер, бауырсақтарыңыз жұмсақ, әп-әдемі шығатынына сенімдімін. Міндетті түрде осы рецеппен жасап көріңіздер. Осылай жұмсақ болып шықты. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай. Ең алдымен ұнымызды дайындап, бір жұмыртқамызды жарып салып аламыз. Одан кейін кішкене майымызды саламыз. Одан кейін жылы сүтімізге ашытқымызды саламыз, құрғақ ашытқымызды. Одан кейін тұзымызды саламыз шай қасықпен, және де жақсылап араластырамыз. Барлық өлшемдерін астындағы жазба бөліміне қалдырдым, сол жерден көре аласыздар. Одан кейін бір қасық қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді осы араластырып алған сүтімізді ұнымызға құйып, қамырымызды илейтін боламыз. Қамырды илеу барысында жұмсақ қылып, қамырымызды илеп шығатын боламыз. Қамырымыз жұмсақ болып иленеді, өйткені құрамында май бар, жұмыртқа бар, қамырымыз жұмсақ болып иленіп шығады. Жұмсақ қылып илеп шығатын боламыз. Сүтіміз жылы болу керек. Жылы сүтпен қамырымызды илейтін боламыз. Міндетті түрде сүтіміз жылы болу керек. Дәл осы рецеппен осы жұмсақ бауырсақты жасауға кеңес беремін. Маған өте қатты ұнады рецепт. Сіздерге де жасап көріңіздер. Мінекей қамырымыз жұмсақ болып иленіп шықты. Иленіп болған қамырымыз қолға жабысып жатса, біраз ұн қоссаңыздар болады. Одан кейін қамырымызды 1 сағатқа ашытуға қойып қоямыз. Күн жылыда тез ашып, жақсы көтерілетін болады. Енді көтерілген қамырымызды алып, қолымызбен бастапқыда басып, одан кейін оқтауымыздың көмегімен жайып алатын боламыз. Дәл видеода көрсетілген бойынша қалыңдықта жайып, қамырымызды бөліктерге кесіп шығатын боламыз. Осылай қамырымызды барлығын кесіп алғаннан кейін, өзіміздің ұнатқан формада қамырымызды кесіп, бауырсақтарымызды дайындап аламыз. Енді осылай 4 бұрыштап кестім барлығын. Өзіңіз ұнатқан формада дөңгелек қылып жасасаңыздар болады. Мінекей осылай барлығын 4 бұрыштап осылай кессеңіздер де болады. Күйіндей қылып кестім. Қамыры енді жұмсақ болып шықты. Осы рецеппен жасап көріңіздер. Енді бауырсақ пісіретін болсам, осы рецеппен пісіретін боламын бұйырса. Маған қатты ұнады. Жұмсақ болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Мінекей осылай бауырсақтарымыздың барлығын кесіп аламыз. Енді майымызды қыздырып, нормал отта пісіретін боламыз. Майымыз өте қатты қызып кетсе де болмайды, өйткені бауырсағымыздың сырты қызарып, іші чикі болып қалуы мүмкін. Сондықтан отымыздың астын бір қалыпты қылып ұстайтын боламыз. Бауырсағымызды салғаннан кейін екі жағын аунатып, қызартып пісіріп алатын боламыз. Өте тез піседі. Екі жағын осылай кезек-кезек аударып, қызарғаннан кейін ала беретін боламыз. Жасалуы өте оңай, әрі жұмсақ, үлпілдек болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Асығып тұрсаңыз да өте оңай жасалады. Осы күнде күн жылыда тез ашиды қамырымыз. Міндетті түрде осы бауырсақты жасап көріңіздер. Жұмсақ, үлпілдек болып шықты. Мінекей бауырсақтарымыз пісіп дайын болды. Осылай екі жағын аунатып, өте қатты қызартпай, осылай жай ғана сарғыш түс болған кезде ала беретін боламыз. Мінекей дайын болды барлығы. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді, әрі жұмсақ болып шықты. Осы рецеппен міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Мінекей бауырсақтарымыз дайын болды. Ортасын қарасаңыздар үлпілдек, әрі жұмсақ болып шықты. Сіздер де жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Өте дәмді, әрі жұмсақ болып шығады деген ойдамын. Және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Осы рецеппен жасап көргеннен кейін астындағы жазба бөліміне пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Және де басқа да достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Сау саламатта болыңыздар.